Таң ала кеуімденіп келеді. Бөлме іші әлі ала көлеңке. Керует қапталында тұрған тым биік шифонер еңсе басып, абажадай болып түнеріп тұр. Тесірие қарай түссең, жан біткендің зәресін кетіреді. Елегізген көңілді орнықтыру үшін амалсыз көзді жұмасың. Түлен түрткендей секемшіл жүрек қағысы содан пәміл шайдай демделеді. Меңіреу тыныштықты өзім құшақтап жатқан қарала мысықтың бейбіт пырылы ғана бұзатындай. Музиктің бұл даусы маған осы пәтер табалдырғын аттағалы бері етене жақын. Бір кезде қабырғалас көршінің арлы-берлі жүрген тықыры естіледі. Оның кім екенін әсте хабарым жоқ, бірақ енді маза кетті дей бер. Жасы ұлғайған қарт па, әлде жанға батқан дерт пе? Әйтеуір беймезгіл шақта тықылдатып жаныңды жегідей жейді. Демек, сарала таңды көзбен атыру менің ғана еншіме жазылмаған ғой. Соңғы кездері самарқау тартып, бұйығыланып барамын. Ең қорқатыным да, тіксінетінім де осы. Тіпті туған мекенге, ондағы әлі көзі тірі қарт атанаға із салуды доғарғанмын. Ақырғы рет бұдан 2 жыл бұрын май мерекесінің тұсында төбе көрсеткенімде шөгіп кеткен шешем байғұс әзер шыдап жүр екен. Әңгімені төтесінен бірақ қайырған. Құдай-ау, бай таңдаған не теңің сенің? Мұндағы өзіңнен кейінгі мұжан топай қыздар күйеуге тимек түгілі алды 4-5 бала туып, сары қатын әйел болғалы қашан. Көзің ағарып кетпесе, неге көрмейсің? Мына іргедегі өзің талай уатқан Ибәділәнің тәмпіш танауы да қара бұтақтың сүліктей қатқан таксист жігітімен дүркіретіп той өткізбеді ме? Мені қойшы, сен десе шығар жаны әзер тым құрса әкеңді аясаң етті. Әлде дүниеде керімнен өзге еркек құрып қалып па? Қатарыңның бәрі әлде қашан немере сүйгендіктен бе? Бұрын шақырған жерге елпеңдеп тұратын әкең шіркіннің енді баруға құлқы да жоқ. Көрінгенге көз түрткі болмайын дейтін шығар. Үйде омпайып менімен тәжікелесіп отырғаны. Ал сен бейбақ, соқа басың сопиып әлі мысық құшақтап жүрсің. Мысықтың тілеуі жаман деп қанша рет қақсадым. Сол құрғырды үйге қалдырып кетші, пәлесі төрінен көрі жуық бізге тейсін, деп кереукеленген көздері жасаурап сала берген. Бұршақтай төпелеген уықты сөздер одан әрі үдей түсер ме еді кім білсін. Осы сәт дәлізден әкемнің жөткірінген даусы естілді де, анам байғұс түк болмағандай ақ жаулығының ұшымен көзін сүртіп қозғала бастаған. Не керек? Бұл әңгіменің жеңіл тимегені анық. Бағана басындағы телефон желісінің заржақ ызғарындай құлағымнан кетпеді. Қызметтен соң ешқайда бұрылмай тұп-тура үйге тартамын. Ешкімнің сағынып, сарғая тосып отырмағаны белгілі, тек қарала мысық болмаса. Жалғыздық тауқыметін әсте ешқандай қиыншылықпен салыстыруға болмас. Институт, жатақхана, бертін жалға тұратын пәтердегі 4 қыз. Япыр-ау, содан бері қаншама жыл өткен, көңіл шуағы, пенерісін асып төгілген кез еді-ау бір ол. Уақыт шіркін бір бөлмені думанға толтырған сол 4-еудің менен өзгесі өз сыбағасын сыйлаған. Олардың бәрінде құтты орындарына өз қолымен қондырдым десем де болар. Ескі жұтта адасқан қаздай болып жалғыз мен ғана қалдым. Соңғы алданыш, көңілге аздап демеу тұтар нәрсе, түрлі отырыстар, бас қосу кештері еді. Одан да ығыр болдым. Көп назарынан ілікпеуге қанша тырыссам да кей келіншектер күйеулерін қызғанатынды шығарды. Бірде қарлығаш ырғай мойын ұзынтұраның менімен қатарлынан 2 мәрте биге түскені үшін керіс бастап отырыстың шат
шәлтегін шығарды. Сол екен, әлдегідей бас қосуларға аяқ баспайтын болдым. Жалғыздықтың тақсіретін жұмыста да тартып жүрмін-ау. Бірге істейтін әйелдер, бірі баласын, екіншісі қонақтарын сылтауратып, тірлікті маған итере салуға үйірсек әзір. Шынымен-ақ, өмір сүруге икемі жоқ жан шығармын. Әйтпесе достарым біреулермен таныстырмақ болғанда, ат-тонымды неге ала қашамын? Сірә арланатын шығармын. Танымайтын бөгде адамның алдында өтірік қылмысып, бар болмысымды жасандылыққа айналдыруға дәтім жетпейді. Еркіме салса, ешқайда барғым жоқ. Төңіректің бәрі, мына кәрі қызды қараңдар, біреу-міреудің көзіне іліксем бе екен деген дәмемен шыққан ғой, деп саусақтарын шошайтып тұрғандай болады. Таң себезденіп, бөлме іші кәдімгідей ағарып қалған. Терезенің жоғарғы саңылау көзін аштым да, төсекке қайта қисайдым. Қалып бара жатқан шаруам бар ма? Оның үстіне бүгін демалыс. Желдеткіштен алтын күздің самал лебі еседі. Ертеңгілік жылы төсек қиял тербетеді. Керім екеуміз 4-ші курста жүргенде таныстық. Бір-бірімізді бір күн көрмесек тұра алмайтын едік. Жұрт бізді жыбы жазылмаған қос көгершінге балайтын. Өтіріктің керегіне, оған кәдімгідей масаттанатынмын. Соңғы курста той жасауға уәде байластық. Одан ата-аналар да хабардар болып, өздерінше қамданып жүрген. Содан кейін шыққыр көзім көрмесе сенер ме едім. Онда күз еді, жексенбі. Кезінде Қазақстан кинотеатрынан адам амфифияны көргеннен кейін Керім мені жатақханаға шығарып салған. Бөлмеге келсем, құрылыс комбинатында жұмыс істейтін Қияс деген жерлесім туған күніне шақырған қағаз қалдырып кетіпті. Оған қалай Керімсіз бармақсың? Лайықты сыйлық алған соң, алып ұшып пәтерде тұратын Керімге тарттым. Мен келді деп, сірә ол ойламады ма? Есіктің тиегін ағыта салды. Сөйтсем, киініп үлгермеген қыз, шашылған киім, жиналмаған төсек. Дүние дөңгеленіп жүре берді. Бақсам, шағын көшенің бұрышында келемін. Жүрек дүрсілінен өзге ештеңе естілер емес. Не деген сұмдық, көпе көрнеу, қалай ғана пәк махаббатты таптауға болады. Бір тұтқан жігітімнің түрі мынау болса, басқаларды қандай болмақ? Өрпекпеген жүрекке мұз жарықтары енгендей тоңази бастадым. Содан осынау тіршілік деген қимас құбылыстың өзі жеркенішті көрініп, айналадағылар көмескіленгенсіп, бұлыңғыр тартты. Жерлес жігіттің туған күні де жайына қалған. Іштегі шемен өксік ағыл-тегіл ағытылып түні бойы солқылдап жылап шықтым. Домыққан көзбен көтерілген ыстық 2 тәулік төсектен тұрғызбады. Керімнен бір жола түңілдім. Рас, одан кейінде рай танытқан жігіттер аз болған жоқ. Алайда олар да Керімге ұқсастық табылмады. Оның сүйкімді күлкісі мен сөзі, жұмсақ ән мен бей, қыз жүрегін жаулау үшін жаратылғандай еді ғой. Бірақ Керім көкірекке шырын емес уғиды. Қазір бар білетінім қызмет, жалғыз серігім қарала мысық қана. Кітап оқимын, теледидар тамашалаймын. Ас әзірлеп, ең алғысы кір жуайын. Музик жанымнан бір елі ажырамайды. Алданыштың үлкені де сол. Сөйлесемін, еркелетемін, кейде жекіремін оған. Бар болғыр, соның бәрінде түсінеді. Күн недәуір көтеріліп қалыпты. Неше оқталып, көзін құрта алмаған тұрықты шифонер шуақты сәулеге малынып, әрленіп кетіпті. Тағы да басталдау мына тықыл. Қой, тұрайын. Күн ұзаққа созылатын бұл тықыл ойға шомуға мүмкіндік бермес. Азнаулақ үй тірлігімен жүргенде күзгі күн екендігін таянып қалыпты. Кеше жолай Югославияның эстрадасына билет алғанмын. Енді соған бару
бармауға екі ұштымын. Алдағы түндерін еңсе басып тұрып алатын қапас түн еске түскенде бұл ойдан тез айықтым да айна алдына қалай барғанымды байқамай қалдым. Көзімнің төңірегіне білінер білінбес әжімдер түсіп үлгерген бе қалай? Ұзақты күн үйде қамалып отырғандықтан ба таудың кәусар ауасы бойды сергітіп сала берген. Уыздай жас алматымен қайқала теңесе қояр. Гүлзар бақтарымен сәнді көшелерін былай қойғанда етегінен өр кеудесіне дейін қарағай, шырша өрген, ақ сәлдесі мәңгі кір шалмайтын манаураған жалғыз Алатаудың өзі неге тұрады? Әсем қаланың тұрғыны болып қалғанда, шексіз бақыт санайтында содан шығар. Сәулетті сарайдың самаладай жарықтары әдепкі кезден көз ұялтты, белгіленген орынды тауып отырмай жатып, ізіме сол қанатқа мен құралас жігіт жайғасты. Бірінші бөлімде біздің елдің бірнеше әншілерінің шетелдік эстрада құлпырта орындады. Күнделікті мың сан айтылып жүрген әндер бояуы қанықтырылып, өзгешелеу өңделгендіктен бе білмеймін, тыңдаушыларды елітіп, ұмытылмас әсерде қалдырған. Үзілісте сусындауға буфетке барайын. Сол жерде қасымда отырған әлгі жігіт қарсылығыма қарамастан ашық қолдылық танытсын енді. Бір сағаттан аса бірге отырған сіздей көршіме көңілден шыққан концертті бірге атап өтсек, ешкім айып санамас деп мөлтілдей толтырылған бір фуржет шампанды ұсына берді. Ішкен болып ерін тигіздім. Сол екі арада конфет алып үлгерген ол. Бұл неғылған жүйлекпе дей көрмеңіз, мен сізді сырттай жақсы танимын. Қымсынбай алыңыз. Айтпақшы, ұмытып кетіппін ғой, өзімді таныстырайын. Елмір. Тұңғиық қоңыр жанарынан салауаттылық нышаны аңғарылады. Алғашқы қоңырауда беріле бастады. Ізеттілік танытып, сый құрметіне рахметімді білдірдім. Жоқ, қойыңыз дегенді кәперіне ілмей қол сумканы бағалы конфетімен тоғайтқан ол мені ақырын демей әлгі орынға алып келді. Концерттің келесі бөлімі алғашқысынан да асып түсті. Бір өзі толық концерт берген Зоран Миловоевичке қызығып, тамсанбаған жан қалмаған шығар. Көрермендер әуені қимыл қылығына жарасқан, өз үніне сәйкес нақышта әндерді таңдай білген жез таңдай әншінің жас шеберлігіне ыстық ықыласпен қол соғып сахнаға гүл шоқтарын жаудырды. Күз түнінің майда лебі ақ торғайдай бетті аймалады. Зәулім ғимаратымен таласқан шынар ағаштар сыбдыр қағып, қошемет көрсеткендей басқан ізге шашу шашып жатыр. Әлгі алған ғаламат әсерден әлі де айға алмай келемін. Саулаған сары ала жапырақтармен бірге әсем әннің ақ кептелері көңіл сарайынан ұшып, өң бойым сазда өңге елтіп келе жатқанда, әлдекім соңымнан қуып жетті. Елең етіп оқыс артқа бұрылдым. Сөйтсем жаңағы жігіт, денесі аса әрі, мен иығынан әрең теңестім. Ал мінезі, сөзі сондай майда. Егер қарсы болмасаңыз, шығарып салайын. Қажеті жоқ, бұл маңнан қашықта тұрмаймын. Әуре болмай-ақ қойыңыз. Бұдан бұлай осындай концерттермен қалмаспын деп өзіме өзім дем беріп қоямын. Бақсам, мынау тұғырлы жігіттің қалар сыңайы жоқ. Біразға дейін тіс жармадым. Іштей ашуланып-ақ келемін. Неткен түйсіксіз. Үйінде отбасы алаңдап тосып отырған жоқ па екен мұны. Шыдамның нәзік қылы осы арада кілт үзілді. Сізге түсінікті етіп-ақ айтпадым ба, неге қалмайсыз деп жақтырмай қарадым. Кешірім өтінемін.
Территорияға емін-еркін сыйып келе жатқан жайымыз бар. Мені неге қуасыз? Сізге зәредей зияным жоқ. Жолымыз бір болғанына да айыптымын ба? Деді ол жасқанған кейіппен. Бәлкім пәтеріміз де біздің үйде болар, деп қыжырттым мен. Дәл солай, деді ол шылп етпестен. Қалжыңдап тұрған боларсыз. Әйткенмен әзіліңіз үйлесімсіз. Үйлеспейтін несі бар? Сіздің пәтеріңіз 25 қой, ал менікі 56. Яғни біз Құдай қосқан көрші ғана емес, қабырғалас жандарымыз. Қабырғаласы қалай? Сонда туысқан болып шықтық па? Оның күлкіден екі иығы селкілдеді. Көптен бері күлмеп едім. Юморыңыз жанымды жадыратты, деді ол ақтарылып. Күн ұзақ тықылдатып мазаны кетіретін көрші сіз екенсіз ғой. Бәлкім балаларыңыз болар. Жоқ, мен жалғызбын. Жалғыз? Оның несі бар? Сіз де жалғыз тұрмайсыз ба? Білсеңіз, талайдан бері сыртыңыздан бақылап жүрмін. Қанша оқталсам да танысудың ыңғай реті келмеді. Сен болсаң, басыңды көтеріп, тым болмаса бірде рет көзіңді де ілмедің. Содан ұятты доғарып, жұмыс тастарыңыздағы Майраға бір кезде шет жағасын айтып едім. Бірақ қайыр не? Бірдеңе бүлдірген баладай осы қылығына ыңғайсызданып жүзін тайдырып әкетті. Онда әйеліңізбен ажырасқан болдыңыз ғой? Я, күрмеуге келмеген қысқа жіптей бір шаңырақ астында дәм тұзымыз 5 айдан артық жараспады. Мінезіміз үйлеспеді. Ол екеуміз мүлдем кереғар жандар болып шықтық. Одан әрі отбасын құрудың еш реті келмеді. Сірә, сіз онда көбірек сілтейтін шығарсыз. Ащы мысқыл тағы да жылт етті. Біз жақ қабырғадан неше рет айқай сүреңнен, тобыр қонақтың жарыса салған әнінен оянған едіңіз. Ол екі қолын қайда сыйғызарын білмей ауада ербеңдетті де жіберді. Жоқ, ғафу етіңіз, артық кеткеніме ұялыс танытып. 9 қабатты үй алдында бір-бірімізге қайырлы түн тілеп, екеуміз екі подъезге айырылдық. Ойымнан әлі қабырғалас көрші кетер емес. Тұңғиық, мейірбан, жанарлар жапсырлас қабырғадан өтіп, маған қадалып тұрғандай әсер етті. Әлгінде көз майымыз таусылып, ұзақ тесілгенбіз десем, жақынынан тойғанымша қарап қалайын. Күнде кезіге келе бермейміз. Көз ақысында не сұрайсыз? Дейді жымайып. Әне, ол ішкі бөлмесіне өтті. Желдеткішті ашты. Төсегіне отырды. Қолыма түнеугіні әрең түсірген кітапты алғанмын. Әріптерді сыдырта оқығанмен миға ештеңе қонар емес. Екі арада бөліп тұрған қабырғаның ар жағындағы қол созым жердегі елмір көз алдыма қайта орала берді. Осыдан біраз бұрын Майра, мен саған мына деген жігіттің нағыз сұлтанын таптым, деп бас бармағын қайқайтқан. Әйелмен аз ғана оттасып ажырасып кеткен. Одан тұрған не бар? Өзі өнерлі жігіт, сені сырттай жақсы танитын көрінеді. Егер осыдан қосыла қалсаңдар, анау-мынау емес, маған өзің білесің ғой. Қатқан сыйлық тартуды ұмытпассың. Жақтырмағанды байқаған ол әңгімені шорт доғарды. Неге сонша тіксінесің? Майра, қашан мен саған айналайын жігіт таба көр деп өтініп едім. Я, қызық екенсің өзің. Басқа қонғалы тұрған бақытты аяқпен теппексің. Бәлкім үйленбеген жігіттен дәмең бар шығар. Сенің жасыңа дейін үйленбеген еркектер ес барына кім иланады, деп біздей тілін өңейімнен сұғып алған еді. Содан бас тартқанмын. Осы елмір екен ғой. Қабырғалас көрші.
тықыл. Қандай ғаламат күш екенін білмеймін. Орнымнан атып тұрдым да лифтіге жүгірдім. 56-шы пәтер табалдырғы. Қоңырау нүктесіне ұмсынған сұқ саусақ сәл жетпей, шоққа қарлыққан қалардай сұлқ етіп кетті. Өрекпіп, ерік бермей алып қашқан жүрек тізгінін бөгде есік алдында үдей түскен тықылдақ кілтте жеді. Осыған дейін ешкімге жал сипатып илікпеген саяқ тіршілік бөтен қораға түсуге жібермей келген ізбен кері қайтуға мәжбүр етсе де, көңіл шіркін солай қарай тарта берді. Тынымсыз, тақ-тұқ әлі басылған жоқ. Кәрі қыздан тауы шағылып қалған елмөр өшін әлдебір тас мүсіннен алып жатыр ма, кім білсін. Әңгіменің авторы Лидия Егембердиева.